Армысыздар, жанашыр жарқын жандарым, астарлы оймен өрілген менің таңдауым. Таныстырсам, жылыжай мынау мекенім, шабыттана осында еңбек етемін. Жас өскінді баптайтын мен маманмын, 10 жыл бойы еңбек етуден танбадым. Адам мен табиғат байланысы арқылы тәрбиелеу өзекті менің мәселем осы таңдауым. Әр өнімім тұлға болсын бүгінгі, қажетіне жарата білсін білімді. Сертификат елендім курста, күтіп баптап алу үшін өнімді. Жас өскінге жылу керек, су керек, жылу білім, су технология ескерсек. Түзу өсіріп, артығын қиып тұрамын, сапалы өнім алу үшін ертерек. Тамшылатып суару бойға нәр берер. Сол секілді жаңартылған білім беру сән берер. Сыни ойлау, деңгейлі бағдарламалар, әдіс тәсіл ғой еңбегіңіз гүлденер. Қопсытып тұрам, қозғап ішкі дүниесін, минералды тыңайтқыш көп беретін, 3 тілділік кәсіби бағдар бағыты, сапалы өнім алуға бағыт беретін. Жас өскінді зиянкестен қорғаймын, көп уақытты тәжірибеге арнаймын. Лайфхак жасау сыныптан тысқа шақырып, дарындылардың талаптарында қолдаймын. Музыканың бақшаға көп қой көмегі, ғалымдарда дәлелдеп кетті себебі. Мәңгілік елдің ұлтжан ұрпағын тәрбиелеу міндетім тұр, мақсатым да сол еді. Әр жыл сайын беретін мол өнімін, биолог маман бағбандардың бірімін. Агроном дәрігер қосылып жатыр қатарға, нәтижесі нағыз берген білімнің. Артты бізге елбасы үлкен сенім, алыс емес нан кәрсеңкесі болар кезім. Жетістік, ұбыты мен олимпиада, жүлдегерлер кәрсеңкеге салар өнім. Астарлап, жұмбақ етіп тізбектедім, жылыжай Ақкемер орта бұл мектебім. Қожақова Шынар Марат қызы, бағбаны өскіндердің ұстазымын. Электронды ортам бар жинақталған, әдістемелік құралды көп қолданған, облыстық басылым жинақтарға мақалалар кезегімен еніп тұрған. Болашаққа бағдарымда айқын менің, рухани жаңғыруда бар білгенім. Әр шәкіртім бір кірпіш боп қалан сегер, еңбегімнің ақталғаны деп білемін.